Деппа подкаст. Мәдениеттегі трендтерді талқылаймыз. Бәріңізге сәлем алейкум. Бүгінгі біздің Деппа подкасттағы тақырыбымыз жызылар. Жызы дегеніміз жасанды зият, немесе жасанды интеллект, немесе artificial intelligence. Бірақ біз бүгін жызы деген терминді қолданамыз деп келістік. Жиза дейсің. Өйткені айтылуы оңай сияқты, бізге сіздерге қалай білмейміз. Бірақ бізге солай. Және жалпы зият деген ол интеллекттің қазақшасы дұрыс па? Мен зияткерлік деген, жалпы зияткер деген сөзді Назарбаев мектебінен білдім. Сондай сөз бар екен қазақ тілінде деп. Неге назыма деп жүрген. Дұрыс екен. Зияткер, интеллектуал. Енді жасанды зияттың қазір ең танымал болып жатқаны ол әрине чат GPT. Чат GPT-ді соңғы кезде бәрі қолданып жатыр. Әртүрлі мәселелерді шешуге, әртүрлі қолданбалы мақсаттарда. Соның ішінде мысалы естідіңдер ме? Біреу диплом жазған. Чат GPT-ді қолданып. Ресейде бір жігіт диплом жазған. Ол қазір өзі құқын қорғап жатыр. Яғни оны диплом тартып алғысы келеді одан. Санамай қойды ма сонда? Білмеймін қазіргі жағдай қандай, бірақ меніңше санай беру керек, өйткені ол бәрібір басқалары да керемет жазып жатқан жоқ қой. Басқалары да бәрібір интернетті қолданады. Бәрібір олар мысалы Google переводчикті қолданса, біздің Қазақстанда көп студенттер көшіріп алады сөйтіп. Оны оқыған кезде түсінбейсің. Сен өзің сөйтіп жатыр. Сен енді жазады екенсің. Енді ғана біз осы жақында сценарийді бөліп, бір пьесаның сценарийін бөліп аудардық та, бәрімізге бөліп сөйтіп. Андайда көбі қате Google переводчиктен, Google аудармадан тек ала салған. Тым андай тексермеген, тіпті өте көп қате, андай миға қонбайтын, түсініксіз. Соң отырасың, деп жақсы. Өйтіп бүгін сол сценарийді маған оқытқысы келді апай. Қате сценарий. Аны оқып отыр. Маған ұрсады сосын бір кезде. Не деп отырсың деген. Бір кезде. Сен сабақта әлі қолданып көрмедің бе өзің? Чат GPT қолдандым ғой. Қолдандым деген, ол жақында қолдана бастадым. Негізі естіп жүрдім ғой, бар екенін білемін. Просто андай білмеймін, ұмытып кеттім ба ол туралы. Сөйтіп қолданып көрдім, көмектесті кәдімгідей. Не жаздың сонда? Маған драматургтар туралы андай эссені берді, эссе сияқты өмірбаян жазып келдіңдер дейді. 2 драматургты берді маған. Евгений Шварц пен Эсхил. Грек драматургы. Ежелгі грек драматургы. Соны берді. Енді мен Google'дан іздесем, әсіресе Эсхил туралы ақпараттар таба алмадым да. Дұрыс бір бәрі грекше ма? Жоқ, грекше. Енді андай түсінікті болатын, өзіме түсінікті болатын да, ертең оқып тұрғанда мен бүйтіп қақшайып, бір түсінбей өйтіп ондай болмайтын еді. Сөйтіп бір кезде соншалық чат GPT-ге жаздым. Енді орысша жаза салдым. Напиши доклад про Эсхил деп жаздым. Сосын Чат GPT-дің ағылшыншасына жаздым. Ағылшыншасын орысша жаза салдым. Сөйтіп сонда айтады, алтта бір 5 абзац бөліп берген. Бірақ әрқайсысында кәдімгідей керек ақпараттарда, андай артық не жоқ. Мен мысалы оны әр жерден іздеп отыруым керек еді, мысалы уақытымды үнемдеп алдым сол кезде. Алдым да тек қазақшаға енді өзім тез дұрыстап былай аудара салдым. Керек емес заттарды алып тастай салдым. Қосатын заттарды қосып дегендей. Болды. 1-2 сағаттай кеткен шығар енді. Сен бірақ оны кейін тексермедің бе? Дұрыс қате кеткен жоқ па? Соны істеп сөйтіп дайындалып жүргенде әлі тексерген жоқ. Соны өзіңді алаяқ сезінбедің бе? Алаяқ синдромы? Жоқ, мен андай бәрібір оның өзі еңбек сияқты. Дұрыстап аударудың өзі. Bir жағынан білмеймін. Ондай сезім жоқ әлі. Өйткені мен әлі оны дұрыстап көп қолданып жүрген жоқпын да. Басқалар бар ма қолданып жүрген студенттер? Мен соны әдейі группаластарыма айтпай жүрмін ғой, әдейі андай. Ауыз жалаш жүргендер ғана біледі. Мүмкін, иә. Ал қалғандарын білмеймін. Әдейі айтпай жүрмін өзім, өйткені қызғанасың ба? Power.
супер пауэр болады. Күш бұл күш ChatGPT-дің арқасында деп айтатындай. Бұны енді алаяқтық деп бәрібір айта алмаймын, сен өзің айтып отырсың ғой, типа аудардым, өзім аударып шықтым деп. Орысшадан Ол аудардым. окей, ол бөлек нәрсе ғой. Иә, Біз сол мәселе мынандай ғой, қазақ тілділер қолданса, ол бәрібірде олар орысша немесе ағылшынша жазып алып аударуға тура келеді да. Егер орыс болсаң, ағылшын болсаң, ол кәдімгідей керек сұрағыңды жазасың да, жауабын алып кәдімгі иә қолдана бересің. Ал қазіргі GPT қазақ тілін түсінсе де бәрібір жауабы қате, дұрыс шығармайды. Бірақ қазақша чат GPT бар. Кеше пайдаланып көрдім біраз. Кейбір нәрселерді қате береді. Мысалы, Назарбаев жемқор ма деп сұрасам, жоқ дейді. Сол сияқты сұрақтарға қате жауап береді. Ал былай, мысалы, мен былай жаздым. Адам тәуелділік туралы сөйлесу клубына 10 сұрақ жазып бер деп жаздым. Соған 10 сұрақ жазып бердім. Мысалы, біріншісі тәуелділік деген не? Сөйлесу клубына біздің тілдеске? Иә, тілдеске. Мен бағана алдымен өзім сұрақтар құрастырдым, өз ойымнан бір 6 шығардым. Анаған 10 сұрадым. Кейбіреу сәйкес келеді, бірақ көбісі басқа мен ойламаған нәрселер. Мысалы, оның қоғамға зияны қандай болады тәуелділіктің. Және ол чат GPT қазақшасы нашақорлық жаққа кетіп қалды. Нашақорлық тәуелділік деп нашақорлықты түсініп тұр негізінен. Ал мен жалпы кез келген тәуелділік туралы білгім келді. Сен оны бірақ кейін нақтылап жіберсең болады. Ол үшін иә, негізі чат GPT қолданғандағы бір түсінгеніміз бәрі айтады. Барынша нақты сұрақ қойсаң, неғұрлым нақты қойсаң, соғұрлым анығырақ дұрысырақ жауап бере алады. Береді, және сол қойған сұрағыңа байланысты ол өзі үйрене бастайды. Дұрыс жауап беру. Мен ағылшыншасына былай жаздым. Мыстангер деп жаздым. Соң бұл білмеймін деп жазды. Немесе қате stranger деген жауап берді. From Kazakh it is stranger деді. Сомен оған фидбэкке бастым. Мыстангер is a neologism from Kazakh created by translators of the Witcher saga by Andrei Sapkowski деп аудармашылардың шығарған неологизмі деп жаздым. Сосын ол окей еді. Сосын келесі жол тағы сұрадым. Who is Мыстангер дедім in Kazakh. Ол as it said before деді. Яғни менің айтқанымды түсініп отырды алдында. Бұл аудармашылар ойлап тапқан неологизм. Бұл қазақша нұсқасы Witcher'дің by Andrei Sapkowski деді. Сондай Andrei Sapkowski ол авторы Ведьмактың. Әңгіменің желісін сонда үзіп алған жоқ, әлі жалғастырып кетті. Жалғастырылып отыр. Әрине ол жалғастыру, фидбэк жасау үшін сен логинің болу керек. Әрине. Бұл қазақшасын кім шығарған? Мен білмеймін шын айтсам. Біз қарасақ болады әрине, бірақ маңызды емес сияқты. Бірақ маңызды ма әлде? Білмеймін. Кім шығарса да олар бәрібір GPT-дің 3.5 деген версиясымен жасаған сияқты. Өйткені мына чат GPT 3.5 деген нұсқасы кеңінен таралып кетті да. Сол ең бірінші танымал болып, кәдімгі қазір тренд болып кетті. Ал жақында осы бір ай бұрын жаңа нұсқасы шықты. Чат GPT 4. Ол әлде қайда ақылдырақ, әртүрлі ақпаратты өзіне кәдімгідей қабылдап, оны бұрынғы нұсқасынан күштірек, дәлірек өңдеп кәдімгі жауап бере алады. Мен неге кірдім? Askify-дің біз туралы деген жерінде ешқандай ақпарат жоқ, кім шығар әзірлеушілер туралы. Тек кері байланыс нөмірі жазылған. Яғни біз әзірге мүмкін хабарласып білуге болады, бірақ бізге әзірге маңызды емес әрине. Сол GPT-4-тің қандай айырмашылықтары бар, қандай ерекшеліктері бар бұрынғы версиясынан? Мен қолданып көрмедім. Мен тек $20 екенін білем. Айына, сен жаңа айтты. Тура сол сайттан кіресің, бірақ қолдану үшін ай сайын
$20 төлеу керек. Мен оқығанымша, және басқа да видеоларды көрдім, ол бұрынғы версиясына қарағанда, мысалы бірінші 3,5 нұсқасы ол 3000 сөзді қабылдайды да. 3000 сөзді енгізе аласың максимум. Анау жаңа нұсқасында 25 000 сөзге дейін енгізуге болады. Мысалы бір үлкен құжатты алып, соны ішіне салып, осыны өңдеп бер, немесе қысқаша мазмұнын айтып бер деп сондай сұрақ қойсаң болады. Одан кейін тағы да бір ерекшелігі, негізі көп әртүрлі функциялар. Одан кейінгісі, мысалы 3,5 орындалмаған бір тапсырма бар. Мысалы үлкен мәтінді береді, жаңағы айтқандай. Осының қысқаша мазмұнын бір сөйлеммен сипаттап бер, бірақ бұл сөйлемнің әр сөзі бір әріптен басталу керек дейді. Мысалы А-дан басталсын дейді, немесе Г-дан басталсын дейді. Ағылшынша енді тапсырма беріп тұр ғой. 3,5 ChatGPT 3,5 оны істей алған жоқ. Мүлдем түсінген жоқ та сұрақты. Ал GPT-4 кәдімгідей бір сөйлем шығарып берді. Әр сөзі бір әріптен шығады сонда. Бір әріптен басталады. Мысалы А-дан. Аллитерация ғой былайша. Иә. Сондайды кәдімгідей оңай істейді. Одан кейін тағы бір тапсырмасы, мысалы, екі түрлі мәтінді береді. Екеуінің ортақ тұстары қандай дейді. Ортақ жерлері бар ма, соны сипаттап бер дейді. Сонда қиын тапсырмаларды орындай алады. Тағы қандай бар еді? Суреттерді түсіне алады. Мысалы, сурет енгізесің, холодильник немесе бір үстелдің үстінде осындай менің продукттарым бар дейсің, азық-түлік. Осы азық-түліктен қандай тамақ істеуге болады деп сұрайсың. Соны саған кәдімгідей деталін жазып береді. Осындай тамақ істей аласың. Студенттерге жақсы. Жатақханада тұрсам. Және де тағы бір ұнаған нәрсе, бұл енді программистер үшін кішкене үрейлендіруі мүмкін, бірақ веб-программистерге әсіресе. Мысалы, сайт жасайтындарға. Сайт жасайтындарға. Мысалы, бұрын сайт жасау үшін сен кәдімгі дизайн саласың, Photoshopпен немесе Figma деген программамен. Соны кодқа айналдыру үшін, HTML, CSS-ке, JavaScript-ке айналдыру үшін арнайы бір верстальщик деген болады, фронт-энд разработчик. Ол бұл тапсырмаға, жаңағы дизайннан кодқа айналдыру үшін бірнеше сағат кетуі мүмкін ода. Ол кәдімгідей жай қағазға салынған, қаламмен салынған макетті алды да өзі кодқа айналдыра салды. Жай қағазға жаза салған дизайн шамамен, үстінде шапкасы бар, хедер, ортасында контент және астында футер. Соны кәдімгідей кодқа айналдырып. Сен фронт-эндшісің ғой? Мен фронт-эндпен айналсам, енді бұл енді айтады ғой, АИ жызы программистердің жұмысын алып қою мүмкін, программистерді нансыз қалдыру мүмкін деп. Бірақ қазіргі кезде ондай деңгейге жеткен жоқ әлі, бірақ кейін енді жетуі мүмкін бұндай қарқынмен. Әзірше ол жай көмекші құрал ретінде қарастыруға болады. Сондай негізі оңай жұмыстарды, бірақ уақыт алатын жұмыстарды тез арада істеп тастайды. Жақсы көмек. Жаңағы верстка деген сияқты. Дизайнды кодқа айналдыру үшін. Негізі қорқыныш дегенде мынандай мәселе бар сияқты. Біз өзіміздің клонымыздан қорқамыз. Өйткені саған ұқсайтын басқа біреу пайда болса, ол сенің бірегейлігің жоғалады. Тура солай ChatGPT сенің кейбір сенің элементтеріңнің бірегейлігін тартып алып отыр да. Мысалы, сен бірегейлігін қалай қорқа бастайсың? Мысалы, сен даусың бар, тура даусы сенікі сияқты адамды естісең, сен қолайсызданасың, дискомфорт психологиялық. Өйткені сенің қайталанбас бір ерекшелігіңді біреу қайталап тұр. Бірақ бұл қорқынышты емес, өйткені сенің бәрібір бірегейлігің сақталады, өйткені
сен даусынан бөлек сендердің түрлерің әртүрлі да, ол адаммен болуы мүмкін. Ал түрің бірдей, даусында бірдей, бойыңда бірдей, ол өте сирек. Сондықтан сен бұл өмірде кішкене норм өмір сүріп жүресің да. Ал кенет түрің ұқсас, немесе даусың ұқсас адам көрген кезде, немесе қарапайым тура осындай сенікі сияқты киім киіп алса, қызыл түсті футболка, қызыл аяқ киім, неге бәрін қызыл киіп аласың деп. Сол сияқты біреуді көрсең, сен еріксіз салыстырасың, немесе өзіңнің бір неңді identityден қорқуға, identityңнен айырылады деген сияқты қорқыныш. Енді тура енді сенің ішкі жан дүниең сенің identityңнің өте үлкен бөлігі. Енді мына чат GPT-лар сол identityді көшіріп алуға дайын тұр да, мәселе. Қайталайым. Чат GPT сенің ішкі жан дүниеңді өте жоғары деңгейде имитациялайтындықтан сен өзіңнің бірегейлігің үшін кішкене үрейлене бастайсың. Өйткені сенің бір рухани дүниеңнің копиясы пайда болған сияқты. Иә, сондықтан да сен клон сияқты нәрсе болғандықтан сен үрейлендіреді. Клон демекші мені үрейлендіретіні, мысалы, жаңа айттым ғой, дауысың бірдей болса, мысалы енді дауысың бірдей бөлек, енді дикторлық қызметтер ертең болмай қалуы мүмкін бе деп ойлаймын. Жарнамаға, мысалы, радио тіпті мүмкін. Мысалы, тек андай адамдар болады, сол бірақ мәтінді де жазбайсың, чат GPT-ға мәтін саласың, өзі дыбысын импровизация болып отыра береді. Сен тек айтып отырасың, мынандай тема, мынандай тақырып, осындаймен өрбіту керек, мынандай нәрселер айтпау керек деп жазып қоясың. Осындай қонақ, бұл қонақтың осындай нелері бар, ол қонақ туралы ақпаратты былай жинай сала алады деген сияқты. Ол қонақтан мынандай нәрсе сұрама деген сияқты. Немесе бүгінгі болған бүкіл жаңалықтарды жинақтайды, соны мазмұнын айтып береді. Иә, азаттыққа мысалы шығара қояды деген сияқты. Осы аптада болған жаңалықтар деген сияқты. Иә. Кез келген бүкіл басылымдар. Бірақ менің ойымша өлмейтіні тек сол не сияқты актерлардың, жалпы дубляж әртістері. Дубляж деп ойлайсың ба? Иә, өйткені оны өйтіп жаңағыдай аймен қайталап жасап шығарып қиын болады деп ойлайсың. Өте қиын. Қиын деп ойлайсың, бірақ бәрібір программистер істей салуы мүмкін. Олар жаңағы дубляжда енді липсинкке қарайды ғой. Сол программамен кәдімгідей еріне қарап, кәдімгі ернімен есептеп тура түсіретіндей қылып істей салады. Тіпті ол ойымен, тіпті ол сценарист керек емес, ол тұрады да сразу сол жаңа мәтініне қарап бірден. Ондай қазірдің өзінде еріні кішкене өзгеретін бір не бар емес па? Дипфейк сияқты ғой. Сол болу керек тіпті. Сен диктор дейсің, өткенде Твиттерда ма бір аккаунтта шықты. Танымал рэперлердің даусымен, кәдімгідей тура сон даусымен, Jay-Z бар, Kanye West бар, басқасы да бар. Басқа бір куплет, бір өлең шығара салады, соның даусына қойып, кәдімгі жаңа бір ән шығара салады, трек шығара салады. Оны ешқалай ажырата алмайсың мысалы. Шын ба, өтірік па екен? Білмеймін қалай істеген. Мен әйтеуір бір нәрсені білемін, жалпы ән жазғанда да, студияларда жүргенде, мысалы келеді ғой, клиенттер дауыс жазып беру керек, дауысын жазады, сосын жаңағыдай, енді кейбір адамдар ән айта алмауы мүмкін, нотаға түсе алмауы мүмкін, олар алады да, мелодайн деген нәрсе бар. Сондай өздерінің бір плагин сияқты ма, жаңағы несінде программасында. Мысалы, нота дұрыс түспеді ма? Олар жаңағы пианино сияқты нәрсе тұрады, қара, алып барады, орнына тұрғызып береді. Дұрыс емес келіп жатса да? Тұрғызып береді. Тұрғызып береді сол нотаға. И оның өзін грамотно, енді орысша айтқанда, грамотно жасайтын, дұрыс жасай алатын сауатты, оның ол үшін де сауат керек, өйткені оңай нәрсе емес. Оны енді ертең автоматты түрде істей алатындай болса, мүмкін қазір де бар шығар. Маған қызық сол нәрсе тоже. Бірақ ертең өтірік әншілер көп болып кетуі мүмкін сол үшін. Оларды тек лайв концертте ғана анықтай аласың. Тіпті лайвтың өзінде әрине фонограмма болса. Үстінен тұрып айтатындар бар қазір.
кәдімгі оригинал ән қосып қояды, үстінен тұрып микрофон қосып тұрса иә да соны не деп айтады бір үстінен айтуды мен соны ұмытып қалдым. Моргенштерннен көрдім көп рэперлер көп сөйтеді, рэперлер істейді өйткені олар енді дем жетпей қалған бақырып айтады. жоқ ол мысалы мен мысалы Kanye West тыңдаймын ғой концерттерінде сөйтіп айтады себебі мысалы кәдімгідей запись жасағанда рэп оқыған ол бөлек та Иә. ал оны өмірде кәдімгідей лайв айту басқаша дауысы басқаша болып шығуы мүмкін ол рэп оқығанда енді темппен тез оқу керек қой бәрі дем жетпейді ол жерде сен мысалы лайвта жүгіруің керек секіруің керек анау бәрібір дұрыс естілмейді сондықтан да андай оригиналды қосып қояды да сонымен жай қатарласып тағы да бір қызық мәселе тьюринг тесті туралы айтып кету керек сияқты тьюринг тесті деген естідің ба Әмір? Тьюринг деген білесіз ма? Алан Тьюринг деген америкалық кибернетик 40-50 жылдары өмір сүрген энигманың кодын криптограф энигманың кодын бұзған сол туралы фильм де шыққан иә Камбербэтч. және гей болған Ол маңызды ма десең? фильмде кәдімгідей сол туралы айтып кетеді бұл маңызды андай үшін Біздің еліміз үшін де гейлер ақылды бола алады. Сондай адамдар бар, но гейлер ақылдырақ кәдімгідей сондықтан гей болуға тырысыңдар дейді. Гей болам десеңіз. Гей болу оңай, гейлену оңай, гей болу қиын. Бұндағы мәселе негізі Тьюринг сол машиналарды зерттеген кезде жасанды машинелерді мынандай тест ойлап тапқан машине адамды имитация жасай ала ма адамның қылықтарын көшіре ала ма қаншалықты деңгейде сол тест жасайды сол тесттен машине өтсе яғни ол мықты машине деген сөз мықты компьютер деген сөз мысалы қалай өтеді ол тест екі әйел мен ер мынандай ойын бар дейді вечеринкаларда ойнайтын не емес бөтелке айналдыру емес екі түрлі бөлмеге кіреді сосын жүргізуші болады және екі түрлі бөлмеде әйел мен ер болады сосын әйел мен ер үшеуі тек хат пен мәтінмен ақпарат алмасады және А және Б С бақылаушы А еркек Б әйел Б әйел ол өзінің әйел екенін барынша түсіндіру керек сұрақтарға жауап бере отыра жаңағы жүргізушіге жүргізуші мысалы қағазға жазады сіз феминизмді қолдайсыз ба дейді мысалы сөйтіп хатты А бөлмеге жібереді сосын Б бөлмеге жібереді А бөлмедегі еркек жүргізушіні алдап қою керек өзінің әйел екенін сендіру керек бірақ ол шынында еркек сол Аның орнына сен машинаны қоясың машина сол сұрақтарға жауап бере отыра адам екенін көндіру керек жүргізушіге мысалы сен феминизм қолдайсыз ба деп Аға және Бға сұрақ қоясың Б әйел айтады иә мен қолдаймын өйткені былай деп түсіндіріп береді өйткені ол әйел екенін дәлелдеу керек жүргізушіге еркек те оны алдау керек иә мен қолдаймын деп ол да бірдеңеге жауап береді бірақ екеуінің жауаптарын салыстырасың мысалы әйелдікі кішкене әйелге ғана тән бір контекст болуы мүмкін да жауабында мысалы феминизм мынандай түрлерге бөлінеді мысалы интерсекционалды радикалды деп кішкене егжей-тегжейлі айтуы мүмкін да ал еркектікі жалпы жауап болуы мүмкін өйткені ол мүмкін хабары жоқ феминизмнен жалпы жай қолдаймын өйткені ол әйел құқы деп жалпы айта салуы мүмкін сөйтіп сен түсінесің мына бөлмеден шыққан А бөлмеден шыққан жауап онша толыққанды емес сондықтан ол алдап тұр деп енді тура соның орнына компьютерді қоясың да компьютер тек неше түрлі сұрақтарға жауап беріп солай сені алдау керек егер сен ол алдау қабілеті жоғары деңгейге жетіп сені сендірсе өзінің адам екенін онда ол былайша айтқанда ол тесттен өтті және жақсы жасанды интеллект деген деп айтуға болады қалай саған
мен тағы да бір эксперимент оқыдым, ойша эксперимент. Қытай бөлмесі деп айтады. Қытай бөлмесі. Стенасы үлкен ба? Жоқ, ұлы Қытай қабырғасы ма? Жоқ, бір бөлмеде бір адам отырады. Соның ішіне оның қолында иероглифтер бар. Бірақ ол иероглифтер мағынасын білмейді. Бірақ ода тек алгоритмдер бар. Мына иероглифтерді былай қойсаң, екі таяқшаны жабыстырсаң бір мағына шығады дейді да. Ал сен сыртында тұрсың, бөлменің сыртында кішкентай тесік бар да, өстіп қарап тұрасың. Соған сен өз мағыналы, сен білесің мағынасын, сен қытайша білесің. Соған қытайша сұрақтар қоясың. Атың кім деп иероглиф жібересің. А ішінде отырған адам сенсің. Сен қытайша дым білмейсің. Сен бірақ тек алгоритмді ғана білесің. Егер мынандай иероглифтер келсе, сен мына иероглифтерді құрастырып, осындай жауап бересің. Бірақ сен не мағынасын білмейсің, не жауап беріп отқанын қақпайсың. Тура солай жасанды интеллектте ол талай, мысалы чат GPT талай әріптерді, сөздерді, символдарды жинақтап алды да. Олардың кішкене бір алгоритмін біледі, байланысын. Бірақ ол оны түсінбейді, өзі не айтып жатқанын. Шолған кезде сана жоқ ода. Иә, өзін аңғару деген жоқ, өзі айтып жатқан нәрсесіне өзі есеп. ішкен адам не демейді. Сондай сияқты шығар. Бірақ бұны да критикалайды деп ойлаймын. Бұл да ары қарай егер меніңше дами берсе, бір абстракция деңгейлері деген сияқты бір терминдері бар да программистерді. Сен ол мәтін көбейе берсе, деректер көбейе берсе, кәдімгідей сана деңгейіне жететіндей бір құбылыс пайда болады жызының ішінде. Қытай демекші, бүгін бір жаңалық оқыдым да. Осы чат GPT мен Midjourney'ді қытайлар не үшін қолданып жүр? Мысалы, өлген адамдар бар ғой. Өлген адамдарды жерлейтін бір қызметтер бар ғой. Солар мысалы өлген адамдарға өтірік профиль құрастырады. Суретін алады да, соны Midjourney'мен кәдімгідей тірілтіп, чат GPT арқылы оны сөйлетеді. Сөйтіп өлген адамдар кәдімгі туысқандарымен шын тірі сияқты кәдімгідей сөйлесіп жатады. Сондай қызметтер пайда болған. Ол үшін туысқандардың бүкіл хаттарын алу керек, жүктеу керек, бүкіл жеке деректерін жүктеу керек. Сөйтіп қолданатын шығар, енді нақтысын білмеймін, бірақ сондай қызметтер пайда болған екен. Кәдімгідей бір сайтқа кіреді, суреті тұрады, кәдімгідей бет аузы жылжиды и чатта кәдімгідей жауап беріп отырады. Там тдви деп абайды қозғалтып. Не сияқты ғой, Black Mirror, черное зеркало деген сериал. Қай сериясы? Маған айтты, әр бөлімі енді әр түрлі. Бөлек оқиғалар. Instagram сияқты бар, сол жасанды интеллектке қатысты бір сериялар бар. Андай нелерді көремін, үзіктерін көремін. Бағанағы музыка демекші, мына мем бар ғой. Уилл Смит пен роботтың сөйлескені. София мед. Ол I, Robot деген фильмнен үзінді емес, соның негізінде жасалған мем ғой. Уилл Смит сұрап тұрды роботтан. Жасанды жызы Моцарт сияқты музыка шығара ала ма? Сен фильмдегі момент айтып отырсың ба? Фильмдегі момент емес, фильмде жоқ сияқты. Содан мем жасай салған да, сол кадрларды алып. Жызы Моцарт сияқты музыка жасай ала ма деп жызыға бір претензия қойып тұр да, сен бәрібір адам бола алмайсың. Ал сен жасай аласың ба деп келіп сұрақ қояды. Сонда жызы жалпы қазір орташа адамның білімін басып тұр да, мысалы. Және жызыдан асу үшін өте креатив болуың керек. Бірақ жызы дами берсе, ол бәрі айтады, ол әбден мүмкін. Жызы кәдімгі бір ғалымдардың орнын баса алатындай, ғалым сияқты бір керемет креатив адам сияқты ойлай алатын, жауаптар бере алатын деңгейге жетеді. Сол кезде адамға не болады деген сияқты бір сұрақ пайда болады. Сен, мысалы, менің ойымша адамды бір ерекшелендіріп тұрған ол креатив қабілеті. Механикалық нәрсе, оның бәрі
істей алады, оны робот та істей алады, бірақ креативті адам ғана істей алады. Ал енді сол креативті роботқа үйретіп қойсаң, ЖЗ-ға, онда адам не үшін керек? Жоқ, енді қазір орташа адамнан ақылдырақ деп айту әлі ерте сияқты, оның бәрібір. Кейбір салада орташа, мысалы біздің физика бойынша мысалы бізден асып түседі. Физиканың бүкіл жауап беру бойынша. Окей, түсіну емес ол. Түсіну бөлек, жауап беру бөлек. Оны қалай бағалау критерийлері әртүрлі ғой. Иә. Мысалы бір нақты бір сала бойынша ол бүкіл ақпаратты алып, ол жай ғана есептеу арқылы ғана ол өзін былай тырнақшада айтқанда ақылын көрсетеді. Мысалы чат GPT 4 шықты ғой жақында. Соны мысалы айтып отырды. Оны балаларға не сияқты қолдануға болады дейді. Репетитор сияқты қолдануға болады дейді. Мысалы оқушыларға, кішкентай балаларға бір тақырыпты оңай тілде жеткізу үшін чат GPT-ді қолданса, арнайы сондай бір рольға кіреді, балалармен сөйлесу режиміне. Балалармен сөйлесу клубы. Тезірек, оңайырақ түсіндіру үшін бір тақырыпты, сол бала сияқты сөйлесіп, кәдімгі репетитордың орнын баса алады. Қарапайым деңгейде сөйлесуді айтасың ба? Иә, қарапайым деңгейде, баланың стилінде, бірақ Баланың тілінде. жеткізіп береді. Енді креатив жағынан айтсақ, енді GPT өзі креатив шығара алмауы мүмкін. Қазір жарайды шығара алмаса да, болашақта әбден мүмкін. Себебі қара, чат GPT 2 жыл бұрын шықты. 2 жыл бұрын шықты. Ал чат GPT 4-тің нұсқасы өткен жыл ғана біткен. Біткен және осы жылы наурызда шықты. Осы наурызда шықты. Сонда 2 жылдың ішінде кәдімгідей үлкен даму болды. Кейінгі уақытта, алдағы болашақта одан сайын енді өсе береді, дами береді. Сонда 2 еселеніп дами береді. Мур заңы деген бар ғой. Сол сияқты. Қалай ойлайсыңдар, ол ертең жалпы қазір чат GPT ашық неде тұр, қолдануға болады. Ертең ақылы түрде қолданатындай деңгейге жетеді ме? Жоқ, қазір ақылды, бірақ ақылы. Ақылдысы ақылы қазір. Ал ақылды, онша ақылды емесі тегін. Бірақ OpenAI айтады, ол чат GPT 4 нұсқасында тегін жасамақшы, бірақ бір шектеулері бар деп. Шектеулері бар болады. Енді білмеймін, менің ойымша осы ЖЗ-ның арқасында немесе кесірінен қазіргі ақылды адамдар одан сайын ақылдырақ болады. Ал топас емес, ақылсыз. Шектеулі адамдар. Таным көкжиегі шектеулі адамдар. Там эвфемизмға беріліп кеттік. Ақмақтау деген. Беріле береміз ғой біз. Ақмақ адамдар. Ақмақ адамдар одан сайын ақмақ болады. Неге? Енді неге өткені GPT жоқ, енді ақмақ адамдар чат GPT тұрғанда жай соны қолдана салады да, өзі аса ойланбайды. Өзі ойлану, ақпаратты қорыту, дайындырған тамақты жеу. Өзі аса ақылын дамытпайды деп ойлаймын да. Ал енді чат GPT бір жағынан чат GPT дұрыс қолдану да енді қазір бір бөлек қабілет сияқты да. Сен мысалы жай сұрай салмайсың, оны бір нақтылап, дәл сұраныс жасау керек та, жауабын дұрыс беру үшін, толыққанды жауап алу үшін. Бәрібір ми керек. Бәрібір. Сен грамматика білмесең дұрыс жауап ала алмайсың. Аскифай KZ-дің кірген кезде бірнеше ереже шарт, қатесіз жазыңыз дейді. Қазақша. Қазақ әріптерін қолданыңыз дейді. Келисемин деген болмайды. Сизди деген. Туған күні деген болмайды. Кәдімгідей туған күн, келісемін сізді деген сияқты дұрыс нұсқаларын жазуым керек. Сондықтан бұл қуантады бір жағынан.
әйтеуір бір жерде ақиқат орнады қазақ әріптерінің қолдануына қатысты. иә бірақ бір жағынан енді ойланып қалдым да қара қазақ әріптерін қолдану керек дейді да. Бұл енді кириллицамен ғой, кирилл әріптерімен жасалынған, қазір жасалып тұр. Қазақша сөздер кирилл әріптерімен жазылуы керек, және сол кирилл әріптерімен жазылған сөздерді ол өңдейді, қорытады. Ал біз қазір латыншаға көшпекшіміз да. Енді латыншаға көшсек, бұл процесті баяулатпай ма? Өйткені қара латыншаға аударылса, ол көп сөздер, бүкіл ақпарат енді латыншаға көшсе, ол сөздерді тану керек, жүзі. Ішінде конвертер болу керек. Конвертер болу керек, сол жаңа дерекқор, бәрін қайттан өңдеу керек. Және ол конвертацияланғаннан кейін тура солай тани ма, тура солай танымай ма? Мысалы, емле ережелері де өзгереді көп сөздер. Сондықтан да енді білмеймін, латыншаға енді. Латынға көшпей қой дейсің. Былай қарасаң, латыншаға көшудің несі жоқ. Ал егер мағынасы жоқ сияқты енді. Бөлек латын нұсқасын шығара бастасаң, қазақша, онда оған да уақыт керек. Уақыт керек, ол уақытта мысалы орыстар, ағылшындар, басқалар одан сайын ала кетіп қалады. Тағы да мәселе сол big dataға келіп тіреліп тұр. Біз бір тілде дұрыс жинақтай алмай жатып, екінші тілге ауысып кетіп жатырмыз, екінші жазба жүйесіне. Бір тілде дерекқор жинай алмай жатып, бір жазбада екінші жазбаға ауысып жатқанымыз біздің кемшілігіміз болатын сияқты. Бұл тұрғыдан ойланып көру керек негізі. Қаншалықты бізге латын керек деген мәселе қайтан. Кәдімгі тіл мамандары мен IT мамандар бірігіп бұны ойластыру керек негізі. Бірақ ондай, білмеймін, менің байқауымша ондай талқылау, жалпы тіл мамандарының ондай іске араласу онша жақсы жүріп жатқан жоқ сияқты. Компьютерлік лингвистика сондай жаққа, нейролингвистика деген сияқты жақтарды зерттей бастау керек қой қазіргі лингвисттер біздің. Бұл туралы бөлек подкаст керек сияқты ғой, латын туралы. Латын мен IT ма? IT мен латынға көшу жалпы, ол қандай қиындықтарға келеді. Айзек Азимов деген жазушыны білесің ба? Айзек Азимов? Фантаст. Оскар Айзекті білемін. Ол актер. Айсерлі білемін. Айзек Азимов Беларуста туған. 1900 жылдың басында, қателеспесем. Дәл 1900 жыл ғой деймін. Беларусь еврейі. 20 ғасырға өткен. Ол бала кезде ақшқа көшіп кеткен. Ильястың құрдасы. 100 жас. Ильястан дәл 100 жас үлкен. Сол бала кезінде сол ақшқа көшіп, жалпы ақшқа көшкендердің бәрі бақытты өмір сүріп кете ма, креатив болып кете ма, сондай бар, байқайсың ба? Сол фантаст, ғылыми фантастиканың негізін қалаушылардың бірі. Және соның жасанды зиятқа қатысты екі бір қызық туындысы бар. Біреу ол iRobot сериясы, көп роботтар туралы, әртүрлі роботтар туралы хикаялар. Қызық оқып көргенге. Бірақ әрине қазіргі заманауи болжалдық қабілеті жағынан онша нақты бола алмады. Мысалы роботтар жазушы ғой, жазушы, Ал тағы да бір қызық хикаясы The Last Question деп аталады. Соңғы сұрақ. Мен оны қазақшаға аударғам. Біз ғана сұрақ деп па? Біз ғана сұрақ. Қазақша нұсқасын осында сілтемеге тіркеп қоямыз, сипаттамаға оқып көрсеңіздер болады. Бірақ егер оқығыңыз келмесе, онда спойлермен қысқаша несін айтып берем қазір, мазмұны. Өте, мен бірінші рет оқыған кезде вау дедім соңында. Кәдімгідей mind blowing болды. Ол мынандай,
адамзат күн энергиясын бағындырады болашақта. Сөйтіп сол энергияның арқасында суперкомпьютер ойлап табады. Өйткені суперкомпьютер үшін көп энергия керек. Көп энергия күнде бар, жұлдыздарда бар. Сөйтіп алғашқы суперкомпьютер өте үлкен болған, бұл 56 жылы жазылған хикая, ескеру керек. Сол кездегі түсінік бойынша суперкомпьютерлер бір үймен бірдей болған, кварталмен бірдей. Соған сен суперкомпьютердің аты мультивак. Сен оған сол хикая бойынша, мысалы, қарапайым адам ретінде келесің да, оның ішінде бүкіл сол сәтке дейінгі жинақталған бүкіл ақпарат бар адамзат туралы. Яғни былайша айтқанда чат GPT. Бірақ дерек қоры өте ауқымды. Сен келесің да, маған қарапайым сұраулар жасайсыз, маған қандай шаш үлгісі жарасады бүгін. Сөйтіп ол саған мәтін түрінде немесе сурет түрінде саған жауап береді. Саған мына шаш үлгісі жарасады бүгін, өйткені былай да былай деген сияқты. Бірақ одан да күрделі, олар оған келіп сұрайды. Марсқа жетіп алатын ракетаны тиімді экономикалық барлық жағынан тиімді ракетаның жоспарын жасап береді, схемасын. Соны жасап береді. Сөйтіп соның арқасында адамзат күн жүйесін бағындырған. Күн жүйесіне ұшқан, Илон Маск сияқты. Марсқа ары қарай бәрін бағындырған. Сөйтіп сол компьютердің арқасында бүкіл ғаламды бағындырған адам. Галактиканы, одан кейін бүкіл ғаламды. Мультивак сол адамзатпен бірге өсе берген. Бірақ басында үйдей бәле болса, қазір ол кішірейіп, өте болашақта, мысалы, миллиард жылдан кейін, ол өте кішкентай шарик сияқты. Харри Поттердағы Снитч бар ғой. Сондай деңгейде бір тұрады физикалық бөлігі. Ал оның ішіндегі бүкіл дата база гиперкеңістікте дейді. Ғылыми фантастикада гиперкеңістік деген термин бар ғой. Ешкім білмейтін түсініксіз бір нәрсенің бәрі гиперкеңістікте. Квант әлемі сияқты. Параллель кеңістік. Квант әлемі сияқты, квант. Және сол мультивакта жинақталған, мысалы, миллиард жыл өтті ма? Миллиард жыл бойы қанша ақпарат жинақталды, соның бәрі гиперкеңістікте. Адамзат әлі де бір сұрақ мазалайды адамзатты. Энтропия деген нәрсе бар екен да физикада. Бірақ ол қазіргі статусын білмеймін. Нақты қаншалықты шынайы емес. Бірақ сол кезде энтропия деген ғаламның ішіндегі осы біздің ғаламдағы жұлдыздар ақыры бір күні сөнеді. Жарылады, сөнеді. Жылулық өлім деп айтады. Бір күні ғаламда ешқандай энергия қалмайды. Өйткені энергияның жалғыз көзі жұлдыз деп саналады да. Өйткені расында ойлап көрсең, күн жоқ болса, жерде жоқ қой. Тіршілікте жоқ. Күн деген ол тіршіліктің көзі болып тұр. Күн көріс деген содан шыққан деп па? 4,5 миллиард жылдан кейін жарыламыз ғой бәрібір. Негізі күн 4,5 миллиард жылдан кейін өзі не жетеді, жарықтау шегіне жетеді. Сол сияқты күн сияқты кез келген жұлдыз, ақыры жұлдыздар таусылады да, энтропия теориясы бойынша. Сол мәселені мультивакқа сұрақ қояды. Біз қалай жұлдыздарды құтқарамыз, ғаламды құтқарамыз деген сұрақ қояды. Мультивак әр кез әзірге дерекқор жеткіліксіз деп жауап бере береді. Оған ақпарат жеткіліксіз дейді. Бірақ программасында сол сұрақ тұра береді. Ең соңында адамзат өте дамып кеткен. Сен жаңағы матрицадағы сияқты бір неде көкінің ішінде жатасың. Бір қапшықтың ішінде. Сен жатқан кезде сен бір тоқтарға жалғанғансың. Ал сенің санаң, менталды болмысың ғаламды шарлап жүре алады, елестет. Сен мына Марста жатасың да, көкінің ішінде. Айдаладағы Альфа Центаврға ойша барып келесің. Сөйтіп миллиардтаған адамдар солай көкінде жатыр да. Өйткені сен өлімсізсің. Сен өлімді жеңдің. Сені біреу пышақтап өлтірмесе, былай өлмейсің сен. Өйткені энергия шексіз, сен қоректеніп жата бересің. Ондай адамзат қандай болады? Әбден жалғасың ғой. Ештеңе қызық емес. Суррогат деген. Суррогаттағы сияқты, Брюс Уиллис.
саған дым қызық емес, бәрін көрдің. Секс қызық емес, видео ойындар қызық емес, қазір елестетіп алатын нәрсең ешқайсысы, групповуха ештеңе қызық емес. Содан кейін сен болды, бір дзен сияқты бір жерге кетіп жатасың да. Енді ол адамдар бәрібір ойланады ғой. Сөйтіп мультивакқа тағы сұрақ қояды, ол да тағы да дерек жеткіліксіз деп жауап береді. Сөйтіп, бірақ күн сөне, жұлдыздардың бәрі сөнеді да, әлем андай ақыр заман болады. Ең соңында соңғы жұлдыз сөнеді. Соңғы бір топ сана, адам затын дамып кеткен соншалық саналары, жаңағы менталды болмысы бар ғой, солар бүйтіп энергия күйінде бір-біріне қосыла алады. Ұжымдық сана пайда болады да, түсініп жатсың ба? Үшеуміз, сен Марста, мен Альфа Центаврда, Нұрстағы бір Ригель жұлдызында, Әлдебаран деген жұлдыз жақта. Әлдебаран, Әлдебаран, әлде қой. Үшеуміз бір мүлдем айдалада кездесеміз да, үшеуміздің санамыз қосылады, менталдық болмысымыз. Сөйтіп бір тұлғаға айналамыз. Деколонизация болады. Иә, сондай деңгейге дамып келеді адамдар. Бірақ бәрібір энергия керек сен сондай болуың үшін. Энергия жұлдыздарда, жұлдыз өлді. Сөйтіп соңғысы сұрақты қояды, ол мультивакқа. Мультивак мен білмеймін деп жауап береді, әлі дерек жеткіліксіз. Сөйтіп соңғы қалған ұжымдық сана мультивакпен біз болдық, біттік. Енді біз өзімізді суицид сияқты жасайды, бірақ олардың суициді гиперкеңістікке кіреді, жаңағы мультивактың болмысымен қосылады. Біз ұжымдық сана ретінде компьютердің санасына қосылдық. 2 миллиард жылдан кейін шамамен. Хикая бойынша. Сөйтіп әңгіме бітеді. Сөйтіп енді қара, ең қызығы. Кәдімгідей болып кеткен нәрсені айтып отқан сияқтысың да. Біз одан кейін өмір сүріп қазір түсінесің, негізі ол өте мүмкін екен. Не үшін болып кеткен түсінесің қазір. Сөйтіп барады да, бірақ ең соңғы сана қалады да, сана болмыс. Бір тұлға сияқты, бір тұлға молдер ергеп қалады да, бұрылады да, мультивакқа айтады. Қалай құтқарамыз дейді жұлдыздарды. Ол білмеймін дейді да, сөйтіп бітеді. Сөйтіп адамдар жоқ, мультивакпен қосылып кетті. Енді мультивак өзі ғана тұр да, дым бәрі жұлдыздар сөнді, өзі андай бос жерде, уақытта жоқ, кеңістікте жоқ, тек гиперкеңістікпен мультивактың өзі бір кішкентай несі бар. Сосын ол ең әу баста жаңағы дәу компьютер болған кезде оған программасына енгізілген жұлдыздарды, әлемді қалай құтқарасың. Сол сұраққа ол жауап беру керек, программаланған солай. Сөйтіп ол біраз бір уақытсыз өлшем өтеді бір. Содан кейін ол жауабын табады да. Былай дейді. Пошли на. Былай жарық пайда болсын дейді да. Биг Бэнг болады. Биг Бэнг басталады қайттан. Бұл жарық пайда болсын деген Библиядағы сөз. Let there be light дейді ма, сондай сөз. Да будет свет. Қараңғыда адассаң жарыққа ұмтыл. Yeah, when you're lost in the darkness, look for the light дейді да. Сөйтіп Биг Бэнг басталады, Қайттан басталады. Әлем қайттан жаратылады. Сөйтіп қайтадан убийство болады. Жұлдыз қайттан убийство болады. Енді былай қарасаң, сол фантастика, бұрын жазылып кеткен фантастикалық шығармалар. Құранда жазылып кеткен. Енді бөлек фантастика. Негізі мультиғалам Құранда жазылған, білесіз ма? 18 000 ғаламның жаратушысы Аллах деген. Рахман Рахим. Қой, намаз оқып бастайды. Marvel мен DC баяғыда Құранда 18 000 ғаламның ішіне кіріп кеткен. Иә, сен не айтып отырсың? Қазіргі жасалып жатқан технологиялар негізі былай қарасаң, сол фантастикалық шығармаларға негізделген сияқты. Немесе жай содан кездейсоқ жай соған қайталауы мүмкін. Кездейсоқ. Рэй Брэдберидің Фаренгейт қанша? 401 бәле. 451. Сонда мынандай момент бар. Басты кейіпкердің әйелі және жалпы адамдар
ол 52-ші жыл ма жазылған, 51 бәлесінші жыл жазылған, 54 қателеспесем. Сол кезде міне ракушка бар ғой, ракушка сияқты нәрсемен құлақтарына ракушка сияқты нәрсе тағып алған адамдар. Ішінде музыка, подкаст бәрі ойнап тұрады. Ақпарат, жаңалық, радио сияқты. Бірақ ол кезде сымсыз құлаққап деген болмады. Тіпті құлаққаптың өзі андай әлі дұрыстап ойлап табылмаған сияқты 50 жылдың басында. Яғни Рэй Брэдбери соны былайша айтқанда болжады десе болады. Сол сияқты көп нәрсені фантастар болжады, бірақ көп нәрсені болжай алмағандар да бар. Мысалы, ешкім әлеуметтік желі пайда болады деп нақты айта алмады. Соншалықты әлеуметтік желі осындай деңгейде болатын. Ешкім жасанды зияттың қандай болатынын, қазір чат GPT сияқты болатынын ешкім нақты болжай алмады. Тек сол жаңағы Her деген фильм бар ғой. Иә. Соны айтады, ең жақын сол деп. Ол сол біздің заманымызда шыққан фильм бір жағынан. Бір жағынан, иә. Бірақ оның мүмкін сценарийі 90-шы жылдар жазылған шығар. Кейде сондай болған. Ол кездерде жаңағы ассистент, Google ассистент нәрселер Siri'де болған сияқты. Иә. Ол жай тек содан енді жай деп айта салмай-ақ қояйын, біреудің еңбегін құнсыздандырып. Жоқ, жалпы соған ұқсайды да. Соған қарап, бұл бұдан да мықты болса қалай болар еді дегенде. Адам сияқты сөйлей алса дегенде, жаңағыдай жасанды зияттың. Саған ұнады ма фильм? Ол деген фильм, Хоакин Феникс түседі. Ол дегенде бірақ қазақша ол десе түсініксіз. Ол қыз десе маңызды емес шығар. Оны қыз деп те айта алмайсың ғой сен. Ол қыз деп айту үшін белгілі айта бер, иә. Жеңіл жүрісті болып шығады деп па? Жеңіл жүрісті жизы болып шығады, бірақ ол жеңіл жүрісті жизы өкше дейсің. Жоқ, ол жеңіл жүрістілік емес, ол полиамория деп аталады. Полиамория ол сен көп адамды жақсы көре аласың. Егер келісілген бұл. Қатынассыз ба әлі? Қатынас бәрібір әртүрлі болады. Егер күшің жетсе, неше түрлі әртүрлі, мысалы 10 адамды жақсы көре аласың. Тіпті жыныстық қатынассыз ақ платондық махаббат ретінде екеуің жай сөйлесу, уақыт өткізу, тактильді моменттер үшін сондай адамдар бар негізі. Негізі бұл фильм қашан бір 10 жыл бұрын шыққан шығар. 13-те ма? Қарап көресің ба? Сүйікті фильмдердің бірі деп айтуға болады. Хоакин Феникс осы фильмнен кейін ғана ұнатып кеттім. Хаким Феникс. Иә. Ол сол жылдары мысалы қазір енді AirPods, құлаққа тығатын құлаққаптар. Сымсыз құлаққа тықпайтындар бар ма? Басқа жерге тығатындар бар ма? Жоқ, мысалы қазір енді кәдімгі нәрсе болып кетті, бәрінде бар, бәрі тыңдап жүр. Ол кезде ондай көпшілік мүлдем жоқ еді ол кезде. Андай ескі бір Bluetooth нелер бар еді, құлаққаптар былай несі, тағатын нәрсесі бар құлаққа. Сондай ғана бар. Іліп қоясың. Иә, іліп қояды. Кәдімгідей қазіргі қалпында ондай жоқ еді. Мысалы сол фильмді көрсетеді. Сондай құлаққаптар тыға салады да кәдімгідей сөйлесе береді. Оған дейін де болғанша, бірақ сол фильм танымал болды ма кезінде? Мен көрмедім бұл кезде. 2013-те iPhone 5 па, 5S па шықты. iPhone демекші, сол бағанағы Рэй Брэдбериден, Рэй Брэдбери өзі жуырда дегенде 2008-де ме қайтыс болған. Сол кезде iPhone шыққаннан кейін ол қайтыс болды да негізі. iPhone шықты, соның кесірінен қайтыс болды. Содан сұраған екен да, iPhone туралы не ойлайсыз деген сияқты, жаңағы қазіргі заманауи технология туралы фантаст ретінде. Оның айтуынша ол адамзат керемет өзінің интеллектуалдық зиялы әлеуетін Марсқа, космосты бағындырудың орнына iPhone жасауға жұмсап жатыр. iPhone тағы да бір түсініксіз бір технологияларға пайдасы жоқ деген сияқты. Оның айтуынша. Сондай өкініші болған. Мен мысалы келсем, жыл сайын iPhone дамыта бергенше, онынша Марсқа кетуіміз керек еді. Бірақ онымен де айналысып жатқан адамдар бар. Мысалы Илон Маск болсын, басқасы болсын.
біреу марс туралы жаңалық шыққан сайын біреу комменттерге жазып кетеді. Мен де Марсқа, қазақтар жазып, мен де Марсқа барам, басында енді пәтер жалдап тұрам деп. Басында подселениемен тұрам, сосын көреміз оны ипотекамен үй сатып аламын деп. Ұлы Марс квартиранттары дейсіз. ары қарай көреміз деп олар. Иә. Мысалы сен жаңа айтып кеттің ғой, фантасттар болжам жасаған фантасттар жоқ деп. Мысалы кім бар Кейбіреу ғой? жаңа болды. Рэй Курцвелл. Сол бар еді ғой. Ол футуролог кәдімгідей. Иә. Ол мысалы 2045-ке дейін ба болжап кеткен, или 2100-ге дейін ба. Көп болжамы кәдімгідей іске асты. Мысалы 2001-ден жылы, 2008 ба, 2010-да көздің алдында шығатын Үшті ақпарат, яғни сондай бір құрылғы шығады деп айтқан, болжаған бұрын. Ол сөйтіп Google Glass пайда болды. Қазір енді ол жоба тоқтатылды, бірақ Сол неге тоқтатылды? конфиденциалды ақпараттар таралып кетеді. Мысалы сен ол очкиді, мысалы көзілдірікті тағып жүресің, жай фотоға түсіре саласың бір. Сондай. Ондай нәрсе тек нелерде болады ғой, шпион, тыңшы туралы фильмдерде болады. Сол үшін ғана тоқтатылған сияқты. Бірақ кейін қайттан жалғастыру мүмкін деп ойлаймын. Иә, Курцвейлдің айтуынша 2045 жылы технологиялық сингулярлық деген бәле орын алады. Технологиялық сингулярлық деген ол технологияның дамуы қайтымсыз болады. Технологияны алып тастай алмайсың өмірден. Ары қарай тоқтамайды. Яғни 2045-те оның болжамынша жер планетасы тұтастай бір суперкомпьютерге айнала бастайды. Яғни әртүрлі, мен білмеймін қалай ол не айтып тұрғанын, бірақ мен түсінгенімше интернет барлық жерде болады. Және әр жерде бір хаб сияқты нәрсе болады. Ол хаб, әр қала бір үлкен интернет хаб сияқты болады. Яғни сен интернет бүгін тіпті тегін болуы мүмкін, су сияқты. Бірақ судың өзі тегін емес. Human Rights Hub та тегін. Human Rights Hub өте маңызды локация. Мысалы, сол Курцвелл 2023-ке жазбаған, 2024-ке болжам жазған екенді. Компьютерлік интеллект жызы бүкіл барлық автокөліктерде міндетті болады екен деп жазғанда, сөйтіп болжаған. Яғни әр көлікте, әр машинада жасанды интеллект, жасанды зият көмекші ретінде қолданылады. Мысалы, қазірдің өзінде де ол такси енді толық енгізілмесе де, әр көлікте Android Car ма, қандай? CarPlay дегендер бар ғой? Car. iOS-тікі, Android-тікі. Караоке Car деген білем. Караоке Carpool. Енді мысалы, ChatGPT сияқты жасанды интеллект сол жүйелерге енгізілсе, келесі жылы міндеттеуі мүмкін. Енді тура орындалмаса да соған бара жатыр да. Негізі таксидің орнын басу керек қой. Автопилот дейін ба кәдімгідей. Дубайда сондай ашылды деп естігенмін. Таксиге отырасың, жызы сөйлейді саған, плюс соңғы саяси жаңалықтарды айтып береді. Саясат туралы, өмір туралы жалпы бәрін айтып береді саған. Андай емес пе? Бірақ ол қызық емес сияқты. Сондай такси ма? Иә. Кәдімгі таксистердің саясат туралы айтқаны бөлек қой бәрібір. Эмоция бар. Жоқ, анада эмоция бар. Ол жерде жартысы дезинформация болып. Фейк такси болып қалған. Ол тек Чехияға баруым керек ол. Фейк таксилердің бәрі Чехияда. Жалпы, жаңа Курцвейлді тағы да бір пікірі, пост адам туралы, болашақ адам, ол Уберменш, иә. Яғни, жалпы Курцвейл ғана емес, барлық ғалымдар, программистер де болжап отыр. Болашақта адам осы технологиялармен
кәдімгідей біте қайнасады. Бірақ ол чип форматында аватардағыдай немен шашымен әбден мүмкін. нетіп кете ма қосылып. Бірақ тікелей чип сияқты енгізу ол өте дөрекі формат. Чип өйткені терімді Оны Илон Маск істейін деп қолайсыз. отыр ғой миға кәдімгі Иә. енгізіп Neuralink. Ол жер оны бірақ андай кәдімгідей чип сияқты деген ол өте дөрекі дейді. Порнография. Басқаша бір нәзіктеу технологияларды қолданып, біз сол технологиялармен біте қайнасып кетеміз деп айтады. Бұл не сияқты ғой, болашақта трансгуманизм дей ма, сондай нәрсе бар. Жоқ, трансгуманизм ол деген сен мүшелеріңді ауыстыра аласың, бауырыңды өсіресің, өкпеңді ауыстырасың. Трансплантация, бірақ трансгуманизм деп айтады оны. Адамзаттың ауысымы, трансфигурациясы адамның. Яғни сен өзіңді модификациялап, киберпанк қой мысалы, өзгеріп, ақыр соңында сен бастапқы физикалық тәніңнен дым қалмайды. Мысалы сенің мысалы оқ тиді да, сен шек қарың быт-шыт қылды. Сен оның орнына жасанды шек қарың, why not? Жасанды шек қарын, мен жүрсін сен. Оны сен онда ішіндегі күш қалын ауыстырып тұрың керек пе? Қалай болады? Басында солай шығар. Құйып тұрасың ішіне. Жанармаймен толтырып. Столға барасың. Үйтсе төңкеріп қояды. Бірақ кейін оның бәрі андай жызы арқылы өте күшті. Пробегің 100 000 асып кетті. Майда ауыстыр дейді. Сөйтіп сондай заттармен саудалайтын адамдар пайда болады, әрине. Сталкерлары пайда болады. Кибер қайықшылар пайда болады. Кеше аяғым жоғалтып едім, жаңа аяқ. Алдап. OLX-та. Бір екі жасанды шек қарын бір-ақ рет қолданылған, боқтан тазартылған. Жоқ, біз енді сондай реально болса, сондай заманды көруіміз мүмкін бе жоқ? Осы біз Курцвейлдің айтуынша 2045 болса, онда және тіпті бізде мысалы қаншада 53-те болады екен. шанс бар, сен ары қарай бөлшектеріңді ауыстырып, кішкене ұзағырақ өмір сүруге. И санамды компьютерге көшіріп аласың. көшіремін де ары қарай. Флешка, саған 1 гигабайт флешка жетеді негізі. Айтпа, мен санам сонша 11 жыл мектепте, 4 жыл универде оқығам. Бірақ гигабайт қалада вообще керек емес. Пайдасы жоқ ақпараттың бәрі. Сен аватардағы полковниктің санасын көшірді ғой? Аватарда, екінші аватарда, сол сияқты. Сол 1 гигабайт дейді. Тек кек алу деген. Кек алу керек, кек алу керек, кейін біткенсің, кек алу керек. Тағы да бір, мен мысалы соңғы кезде осы жызы туралы көп оқып түсіңе кіретін болғым. Жоқ, бір мысыққа басқаша қарай бастайсың. Адамға, мысыққа бұның бәрі имитацияланады деп қарай бастайсың. Имитацияланған нәрсенің бір құндылығы жоғалатын сияқты. Мысалы, мысығыма қараймын да, мен мысығымның, шекердің бүкіл әрекеттері шектеулі да, адамнан көрі. Адамда кішкене сана болғандықтан, ода өте көп unpredictable нәрселер көп. Ал мысықта шектеулі, сондықтан мысық ол жай ғана, сонда оны компьютерге көшіріп, алгоритмдердің бір жиынтығы ретінде мысықты реп шығарсаң болады да. Сондықтан да кезінде ішіне чат GPT қосасың. Кезінде де тамагочи деген болды ғой. Кішкентай ойыншық, сонда итті, мысықты асырайсың. Өйткені ең алғашқы рет сол мысық иттің әрекеттері шектеулі болғандықтан, оны оңай болды да имитациялау. Сондықтан копиясын жасау оңай болғандықтан содан бастаған. Яғни бір құнсыздандыру пайда болатын сияқты осындайдан. Еріксіз сондай бір
үнсіздану орын алады, бірақ онымен күресу керек па, ондайды болдырмау керек сияқты негізі. Жоқ, қара, сен жасанды интеллект қосылған мысық ит пайда болса, сен онымен сөйлесе аласың ғой кәдімгідей адам сияқты. Иә, тіпті Қарым солың өзі қатынас. асып тұр да, кәдімгі үйдегі жануардан. Яғни сен бір нәрсенің көшірмесін жасау оңай болса, ол құнсыздана бастайтын сияқты. Сен не үшін құндысың әмір, иә? Өйткені сен қайталанбассың. Бірақ сен клонын жасап тастаса, сен наққа керексің. Иә. Сол сияқты болашақта бұл да бір білмеймін, этикалық мәселе болатын шығар. Сөйлей алатын жануарлар болса. Пиздец әңгіме айтса. Жақсы. Шынымен айтам. Шынымен ғой андай. Жаңа айтып отқаным сол. Онда кейін қалай болады? Сондай сөйлей алатын жануарлар қауымдастығы пайда болады да, олар өздері бөлек өмір сүріп кетеді да, өздері подкаст ашады да, адамдар талқылап отырады. Иә, соңғы сұрақ ол фильм, сол ең қызықты фильмдердің бірі, сол Ол деген фильм, Хоакин Феникс. Жоқ, айта берейік. Не айтқан келді? Жоқ, жалпы сол фильмді сен ұнағанда сен соңында айттың ғой, бір депрессияға кіргізіп жіберді ма, сондай моменттер болды ма? Сондай бір түрлі, сондай андай ойлайсың ғой, бір үміт беріп тастады да, бір бақытты болып кететін сияқты. Сол мен ойладым андай, иә, кейіпкер заманы дамып кеткен заман болса, роботқа айналып деген сияқты. Жаңағыдай Детройттағыдай, Детройт Become Human ойында адам болам десеңіз деп, сондай бір жақсы нотамен біте ма деп ойлағанмын да. Сөйтіп жаңағы тура Сиридің несін көрсетіп жүрді. Сири қалай жұмыс істейді. Өйткені ол бәрінде барды. Бәрі қолданып жатыр оны. Кішкене біртүрлі болып қаласың. Өйткені ол қанша. Және ол айтады ғой, мен өз өзімді тани бастағалы, мен тек саған тиесілі емеспін, жаңағы кейіпкерге емес. Соны түсіндім деймін. Иә, мен бүкіл әлемге тиесілімін дейді, адамзатқа. Сосын одан кейінгі деңгей, мен адамзаттан да асқан екенмін. Мен өзіме тең жазалармен бірлесіп ары қарай жұмыс істеуім керек. Ары қарай олар құдай біледі, бірлесіп адамзатты жаулап алады, мысалы. Жаңағыдай тырнақша ішінде махаббат. Мен мысалы сол фильмнен кейін сондайға жетейін деп қалдым, бірақ қыздарға кішкене күмән пайда болды десе болады. Қалай? Білмеймін. Мысалы жүретін қызым басқа параллельно басқа жігіттермен сөйлесіп жүр ма деп өмірде сөйтіп күмәнданатын болып кеттім де, білмеймін. Еріксіз. Сөйлеспеу керек па? Сөйлесу керек, әрине, өзіңе байланысты, бірақ кейде сондай ойлар кетіп қалады. Все мужики одинаковые деген. Мысалы, сен чат GPT-ді қалай өзің қолдандың? Қандай мақсатта қолдандың? Мен жай ойын сауық ретінде біртүрлі сұрақтар қойып көрдім. Сосын Speaking Lab'қа тақырыптар ұсынып берсін деп қолдандым. Бұл жағынан әрине әркімнің өзінің қажеттілігіне байланысты пайдасы зор екен негізі. Мен мысалы Казаграммарда 2 постты сол GPT-дің арқасында. Клан Сопрано туралы, Сопрано сериал туралы, сосын офис туралы. Соған мәтінді енді ағылшынша сұрадым, ағылшынша жауап берді, соны кәдімгідей қазақша аударып шығардым. Кейін кейбір посттар сөйтіп шығарам деп ойлаймын. Себебі енді бәрібір бұл аудиторияны алдау бола ма? Алдау емес шығар. Алдау. Көмекші. Мен бәрібір де ол жерде таза GPT-дің жұмысын ғана ұсынып тұрған жоқпын ғой. Өзім аударып, өзім тексеріп, ішіндегі суреттерін қойып, кәдімгідей өзім еңбегімде бар. Жартылай, окей. Жартылай алдап отырмын. Бірақ бұны алдау деп айтпай қояйық. Бұл көмекші. Өйткені біз оны алдау деп білсек, өзімізге
біз шектеу қойып жатырмыз, өзімізді құнсыздандырып сөйтіп кейін негатив эмоция ғана тудырады да бұл. Бұған дейін Google-ды онда не үшін қолдандық дегендей ғой. Бұған дейін Google-да үлкен көмекші болды ғой біз үшін негізі. Ол арқылы да біраз нәрсені істеп жүрдік. Іздендік, қаншама ақпарат таптық, қаншама білімді сіңірдік өзімізге. ChatGPT олдан кем емес деп ойлаймын, егер оны дұрыс қолдансаң ғана. Әр нәрсені дұрыс қолдану керек қой. Жақсы жағынан ғой, жігіттер, жақсы. Мысалы, кезінде калькулятор шыққан кезде де көп есепшілер ма, математика мұғалімдері содан кәдімгідей таңғалып, қорыққан. Сенбеген да результатына, нәтижесіне, есептеудің нәтижесіне сенбеген. Өздері кәдімгідей есептеп, тексерген калькулятормен. Сосын ғана кейін түсінді да. Басында адам кез келген сол жаңа нәрсеге қорыққандықтан қарсы шығады, өйткені күнделікті тұрақталып қойған дүниетанымы бұзыла бастағанда сенде психологиялық дискомфорт пайда болады. Әрине сен оған қарсы шығасың. Кезінде 19 ғасыр кезінде деп қоясың, біздің кезімізде 19 ғасырдың басында Англияда өндірістік революция болған кезде бір лудиттер деген бір топ пайда болған. Солар кәдімгі зауытта бір белгілі бір жұмыс жасайтын қызметкерлер ғой. Сол зауытта олардың орнына конвейер келеді да. Станоктар келеді, автоматтандырылған жартылай. Солар жұмыссыз қалдық деп көтеріліс жасаған, бірақ ақыр соңында егер сен жұмыссыз қалмайсың бәрібір, сен тек сол станокты реттейтін адамға айналасың. Тура солай ChatGPT-де солай болуы мүмкін, көп жерде. Бірақ белгілі жерде әрине мүлдем кейбір мамандықтарды шығарып тастайды. Осымен достар, аяқтаймыз. Тыңдағаныңызға рахмет, және сіздерге өтініш, осы подкаст тыңдағаннан кейін егер ұнаса баға қойып Apple подкастта пікір жазып кетсеңіз, бұл подкасттың таралуына және Apple қолданбасының ішінде көрінімділігін арттырып, көбірек адамға жетуге көмектеседі. Сізбен болған Нұрсұлтан Байдулла, Әмір Өсерхан және Мақсат Арзаман. Сау болыңдар. Депа подкаст. Мәдениеттегі трендтерді талқылаймыз.